Ерекше қабілетке ие кішкентай балалар. Егер де кішкентай балаларға дұрыс бағыт-бағдар беретін болса, олар адам теңдессіз жетістіктерге жетеді. Сәлем, сіздермен Найман каналы. Ендеше кеттік. Заманауи баскетболшылардың шеңберге әртүрлі қашықтықтан дәл түсіретіні таңғаларлық нәрсе емес. Ал егер де баскетболшы 18 айлық болса ше, міне енді таңғалсаңыздар болады. Янг Титус өзінің кішкентай екеніне қарамастан баскетбол шеңберіне дәл түсіреді. Бұл өнеріне таңғалмай амал жоқ. Қызық, осы нәтижеге жету үшін қанша жаттықты екен? Филиппинде тұратын ең ерекше қабілетке ие қыз. Ол өзінің ойының көмегімен отты басқара алады. Қыз қайда барса да сол жерде өрт шығады. Кейбір адамдардың айтуынша ол кәдімгі сіріңкенің көмегімен өртейді десе, ал кейбіреулері ол өз ойының көмегімен істейтінін айтады. Жергілікті полиция қызметкерлері адамдардың қауіпсіздігі үшін қызға үйінен шығуға тыйым салған. Бұл шешімді қаланың мері шығарған. Қыз қай жерде өрт болатынын алдын ала дәл айта алады. Сонымен бірге өз ойының көмегімен өртей де алады. Менің ойымша бұл өтірік әңгіме сияқты. Бұл ақпаратты оқыған кезде сіздерге қызық болатын шығар деп ойладым. Сіздердің ойларыңызша өтірік пе, шын ба? Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмайсыздар. 2016 жылы интернетте хитке айналған 7 тілде сөйлей алатын 5 жасарлық Белла Девяткина жайлы естіген боларсыздар. Белла Россия каналының «Удивительные люди» бағдарламасына түсіп, әлемді шулатқан болатын. Бұл кішкентай қыз 3,5 жасынан ақ 7 тілде еркін сөйлей алған. Белланы кішкентай кезінен мықты мұғалімдер ойын түрінде сабақ бере бастаған. Енді мына видеоға қарап көрейік. Самый маленький полиглот страны Белла Девяткина. Белла, are you ready? Yes. Hi. How are you? My name is Eli. What's your name? My name is Bella. Cántala entonces. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madre. Видеоны аяқтамай тұрып, ең қызықты онлайн ойындардың бірі World of Tanks ойынын ұсынбақшымын. Ойнап көр, өз достарыңды шақыр. Менің сөзім шын екеніне көзіңді жеткізесің. Сілтеме төменде.